Таң атты. Біреу үшін бұл жай ғана таң, кезекті бір күн. Алайда мен үшін бұл күн өмір кітабын енді ғана жазып келе жатқан әрбір шәкіртім үшін ғұмырларындағы ең маңызды, ең шешуші, өмірлік таңдаулар жасайтын, өмірде өз жолын табатын, ұлы арманын анықтайтын шешуші күн болуы әбден ықтимал. Себебі мен мектеп мұғалімімін. Ол ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы, мұғалім мектептің жүрегі деген. Демек мен өзім қызмет ететін білім ордамның жауапты, адал мұғалімі, әр алдыма келген шәкіртіме білім нұрын шашатын күн шуағына айналуым керек. Мектеп оқушылары сондай ақылды, әр нәрсені біліп тануға құштар, жүректері сүттей таза. Оларға білімімді бере отырып, олардан да көп нәрсені, шынайы қуануды, бақытты болуды үйренем. Мұғалім шығармашыл мамандық. Ол үнемі ізденісте болу керек. Әсіресе заманауи мұғалім білімі терең, әрі жан-жақты, озық технологиялар сабағында қолдана отырып, оқушыларына өз пәнін қызықтыра оқытатын, нағыз өз саласының кәсіби маманы бола тұрып, білім кеңістігіндегі кез келген жаңашылдыққа санасы ашық, шәкірттеріне білім жолында бағыт-бағдар беруші, әрі жанашыр досы атана отырып, әлемге әмбебап тұлға болуға ұмтылуымен қатар, жеке брендін де қалыптастыруға тырысу керек. Ұлы Абай адамға үш түрлі адамнан мінез жұғады дейді. Әуелі ата-анадан, одан кейін ұстаздан, келесі құрбы жолдасынан. Әсіресе оның қайсысын жақсы көрсе, соған көбірек ұқсайды дейді. Мамандық таңдауымда ата-анамның әсері өте үлкен болды. Нағашы әжем Сыпатаева Рымкүл Дәмебай қызы, қазақ әдебиетінің мұғалімі, мектепте 40 жылдан аса уақыт ұстаздық еткен, талай шәкірттерді тәрбиелеп шығарған білікті ұстаз етін. 1962 жылы Қазақстан Республикасының халық ағарту ісінің үздігі төсбелгісінің иеленсе, 1970 жылы аға оқытушы дәрежесін алды. Мектеп-интернатының меңгерушісі болды, кәсіподақтың меңгерушісі қызметтерін қоса алып жүрген білікті ұстаз, тәжірибелі мұғалім ретінде шәкірттері әлі күнге дейін ауылда еске алады. Мені балабақшаға бермей, кішкентай күнімде жалғыз қыз немеремді өзім бағамын, өзім мектепке даярлаймын деп, менің кішкентай күнімде тәрбиемен айналысқан нағашы әжем болды. Күнде түнде неше түрлі аңыз әңгімелер, ертегілер, эпостық жырлар, лиропостық жырлар, аңыз әфсаналар айтып беретін. Және ол кісінің әңгімесі бір күнгі әңгімесі екінші күніне мүлдем ұқсамайтын. Міне осы сәттерден бастап менің әдебиетімізге деген үлкен сүйіспеншілігім, дархан тілімізге деген құрметім оянды. Нағашы әжем Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеттің түлегі бола тұрып, Мұхтар Әуезов сияқты, Мәлік Ғабдуллин сияқты әдебиет майталмандарының өзінен тікелей дәріс алған мұғалім еді. Нағашы атам Тасыбеков Қожай сонау заманда екі мамандық иегері еді. Ең бірінші сол жедел жәрдемдегі фельдшер дәрігер болса, екіншісі ұстаз мектепте биология пәнінің мұғалімі болып қызметте атқарған. Анам Тасыбекова Ғалия Қожайқызы банкісі, есеп және аудит саласында білім алып, айтулы мекемелерде есепші қызметін атқарса, соңғы жылдары шәкірт тәрбиелеп, білім ордаларында дәріс берген. Анамның әпкесі Тасыбекова Гүлнұр Қожайқызы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия факультетінде дәріс беретін оқытушы. Сондықтан да өзімді ұстаздар династиясынан шыққан мұғалімін деп ауыз толтыра айта аламын. Сөзімнің басында Ұлы Абайдың сөзін мысалға келтіріп, жақсы мінез адамға үш түрлі адам арқылы жұғады дедім, оның екіншісі ұстаз етін. Осы жерде мұғалім болып қалыптасуыма үлкен септігін тигізген өзімнің ұстазым, өмірлік ұстазым, менің ғылыми жетекшім Сатбекова Айгүл Амантайқызын айтқым келеді. Қазақ тілін жобалай оқыту технологиясының авторы Айгүл Амантайқызының тұлғасына қарай отырып, өзімнің арманымды елестеттім. Сол кісідей болғым келді.
Ол кісіге қарап отырып, мұғалім қандай болу керек, қалай киіну керек, қалай өз-өзін ұстау керек, оның білімі жан-жақты әрі терең болу керек екенін ұқтым. Осы сұраққа жауап беру басында мен Абайдың сөзін мысалға келтірген болатынмын. Және үшіншісі, құрбы құрдасынан адамға мінез жұғады дедік. Осы жерде өзім оқытушылық ететін номер 68-ші мектеп гимназиясының директоры Ахмамбетов Қанат Шабденовичқа және барлық әріптестерім, қазақ тілі мұғалімдеріне, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Галия Ганиевнаға алғысымды білдіргім келеді. Осындай мектепте білім ордасында мұғалімдік мансабымды жалғастыру мен үшін үлкен мәртебе. Себебі менің әріптестерім, менің ұжымым керемет жандар. Мен кез келген сұрақпен менен тәжірибесі көп жасы үлкен ұстаздарға жүгіне аламын. Және олар маған әрқашан қол ұшын созатынына еш күмәнім жоқ. Көркем сөз, өлең оқу менің мамандығымның бір түсі. Сол қызығушылығыммен тым тереңге кеткенімді Алматы қаласының камерлық театр сахнасында актриса ретінде өнер көрсетуімнен аңғарса болады. Түрлі эпостық, лирипостық жырлар, қазақ әдебиетінің том-том романдары мен дастандар желісі, жалпы әлем әдебиетінің туындылары мені осы жолға жетеледі. Осы жолдан үйренгендерімді оқу орталықтарында шешендік өнер, сахна тілі сынды түрлі курстарды жүргізіп келемін. Егер өмір алтын болса, зергері оның мұғалім. Егер өмір теңіз болса, гауһары оның мұғалім. Егер өмір жүзік болса, көзі оның мұғалім. Егер өмір ақын болса, сөзі оның мұғалім. Осы жолда қазақ киносынан қалай шыққанымды да байқамай қалдым. Атаулы еліміздің режиссерларына менің сөз саптауым, тіл байлығым, сценарийді тез ұғып алатын қасиеттерім ұнайды. Өнер алды қызыл тіл демекші, барлық өнер бір төбе болса, сөз өнері бір төбе. Еліміздің атаулы телебағдарламаларына педагог ретінде тәуелсіз сарапшы болуымды сұрайды. Егер мен сыныпта 30-дай оқушымды оқыта отырып тәрбиелесем, кино және телебағдарламаларда тұтас елдегі балалар мен ата-аналарына үндеу айта алатынымды түсіндім. Талай үлкен кинолардың түсірілім алаңында болсам да, журналистика саласына шомып, телебағдарламалардың атмосферасына еніп, түрлі бағдарламаларда сарапшы болсам да, көрерменімнің көңілін табам деп қасиетті сахнада өнер көрсеткен әртіс болсам да, мен аяулы мектебіме қайта оралып келемін. Алланың бойыма дарытқан білімін өскелең ұрпаққа беріп, жасампа жастарды тәрбиелеп шығу, әсіресе мемлекеттік тілді сыйлайтын, оны жетік меңгерген, өзінің тарихын, халқының тарихын, өткенін, салт дәстүрін сыйлайтын нағыз ұлт жанды азаматты тәрбиелеп шығару өзімнің өмірлік миссиям, ұлы арманым деп білем. Себебі садақаның ең жақсысы ілім үйреніп, оны басқаларға үйрету делінген асыл дінімізде.